Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тақырып жағымсыз тақырыптардың бірі. Бұны сіз ешқай жерден көбінесе естімейсіз. Яғни әр нәрсенің өзінің екі жағы болады. Мысалы, тиынды алып қарайтын болсаңыз, тиынның алдыңғы, артқы беті деген сияқты, ақ қара деген сияқты, оң сол деген сияқты. Сондай әр нәрсенің өзінің екі жағы болады. Күн шығады, күн батады деген сияқты. Сол сияқты мына ипотеканың немесе кредитте басқа да жағымсыз жағы бар. Ол қандай жағы? Ол деген, яғни сіз бір ипотеканы немесе алған несиеңізді төлей алмағансаңыз, сізді алда қандай жағдайлар күтіп тұр, қандай келеңсіз жағдайлар болады. Бүгінгі тақырып дәл сол жайында болмақ. Мұқият тыңдаңыздар. Дәл осы тақырып сізге қызықты болса, соңына дейін көріңіздер. Лайктарыңызды аямаңыздар, каналға жазыла кетіңіздер. Тақырыпты бастаймыз. Сонымен достар, ең бірінші мынаған назар аударайық. Ипотека рәсімдеу үшін әрине табыс болу керек. Сіздің табысыңыз жоқ болса, ол да бір жағымсыз жағдайға жатқызуға болады. Яғни доход керек, созаемші керек, гарант керек, бірақ ипотека алу керек, да? Елде доход көрсетпей алатын ипотека түрлері бар, жасырмаймын. Орда ипотекасы, хэштег ипотекасы, немесе Сбербанктан, Народный банктан 50% алғашқы жарна салып, доход көрсетпей займ рәсімдеуге болады. Сонымен қатар отбасы банкі арқылы да доход көрсетпей займ алуға болады. Бірақ ол үшін 3 жыл жинау керек, 50% болу керек, опы 16 болу керек. Дәл осы программаларды мен сізге мына YouTube каналда толыққанды ашып, толыққанды түгел түсіріп тастаған болатын, оны көріңіз. Ал бүгінгі тақырып ипотека төлей алмағансаңыз не болады? Жалпы елімізде ипотекалардың проценті 2% пен 21% құрайды екен. Енді 2% өздеріңіз білесіздер, тек қана бақытты отбасына қатысатын азаматтар алады. Дәл осы менің YouTube каналымда бақытты отбасы программасы бар, оны да қарап шығыңыздар. Максималды 21% пен төлейді екенсіздер. Бұл номиналды ставка, годовая эффективная ставка дегені болады. Вот көрдіңіздер, да, достар? Енді қараңыздар. Ипотека алған бір бөлек, анау айтып атады ғой, үйлену оңай, үй болу қиын деген, боларынан болатысы деген сияқты. Мысалы, кей азаматтар осы прямо бәрін ұмытады да ипотекаға жүгіреді. Мен сіздерге айтамын, достар, талай адамды көрдім. Ипотекасын төлей алмай қалып, үйін тартып алған, сондай келеңсіз жағдайларға түскен отбасылары, я? Дәл осы ипотеканы рәсімдеп жатқан кезде сіздер мың ойланып, мың толғануларыңыз керек. Осы ипотеканы алғаннан кейін мен ертең төлей алам ба? Ертең мен жұмысым стабильный бола ма? Менде стабильный табыс бола ма деген сияқты, да? Әйтпесе қазір қарасаңыздар, барлығы ойбай ипотека деп асыл жүгіріп жүреді осы банкке. Кейбіреу созаемшік таппай жүреді, анау бөлесіне, анау туысқанына звондап созаемшік алып келіп, сіз оны ертең босата аласыз ба деген сияқты жағдайлар. Осының бәрін мұқият ойланып барып, ипотека рәсімдегендеріңіз жөн, достар. Яғни ипотека деген сізге банк қарызға ақша беріп жатыр, тегін беріп жатқан жоқ. Судың да сұрауы бар. Оны банк сізден талап етеді, төлей алмай қалсаңыз. Көрдіңіздер, да? Яғни банкты ешқашан алдай алмайсыздар, достар. Енді қараңыздар, сіздің табыс төмендеп кетті делік, да? Сіз оны алдын ала сездіңіз. Қандай да бір жағдайлармен жұмыстан шығып қалдыңыз, жұмыста производственный травма алып қалдыңыз, ауырып қалдыңыз, ипотека төлейтін табысыңыз жоқ. Ондай кезде не істеуге болады? Қараңыздар, егер сізде ақшалай кредит болса, сіз банкке алдын ала арыз жазып, ақша алған банкке отсрочка алсаңыз болады. Яғни кредиттің каникул деген болады, оны алсаңыз да болады. Яғни отсрочка болмаса, тіпті басқа бір банкпен келісіп, рефинансирование жасап тастауға да болады. Яғни жылын ұзартып, ай сайынғы төлемді хотя бы азайтуға да болады. Міне көрдіңіздер, бір шешім, да? Ал егер ипотека болса, сізде онда реструктуризация деген болады. Көп азаматтар осыны біледі. Ипотекасы бар азаматтар. Карантин кезінде, мысалы, бүткіл банк, яғни ақшалай болсын, ипотека болсын, реструктуризация жасаған болатын 3 айға. Яғни ол максимум 3 айға ғана беріледі реструктуризация. Кейбір банктерде болады 6 айға дейін де. Бірақ әр банктың өзінің внутренний нормативный актілер болады, соған байланысты. Реструктуризация дегеніміз, достар, сіздің, мысалы, 20 жылға ипотека рәсімдесеңіз, соны 20 жыл 3 айға ұзарту деген сөз. Яғни кейінге қалдыру деген сөз, оны көрдіңіздер, да? Сіз 3 айдан кейін, егер, мысалы, 3 айдан кейін де жұмысыңыз жоқ болып, доходыңыз жоқ, төлей алмасаңыз, онда просрочкаға кетесіз. Просрочкаға кеткеннен кейін мынандай жағдайлар, достар, қараңыздар. Просрочка кетті. 30 күннен бастап 90 күнге дейін банк ол просрочканы өзінде ұстайды. Ол ақшалай болсын, ипотека болсын, 90 күнге дейін банк өзінде ұстайды. Ешқай жаққа сатпайды, ешқай жаққа жібермейді. 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін олар сізге имеет право заң бойынша звондауға. Алло, мысалы, да, Марқымбай, ипотеканы қашан төлейсіз?
ана кредитті қашан төлейсіз деп звондайды. Оған сізге банктың қызметкерлері звондайды. Немесе звондап офиске шақырып, қандай да бір шешімге келуге шақырады. Яғни ол отсрочка алуға, кредитный каникул алуға, ипотеканың жаңағы условиясын өзгертуге, егер сіз соған келісіп отсрочка алуға, ипотеканың условиясын өзгертуге келіссеңіз, мұқият договорды оқуларыңызды өтінетін боламын. Өйткені банк бұл жерде ипотеканың условиясын өзгертетін кезде, мысалы ақшалай кредит болса, процентный ставканы көтеріп жіберуі мүмкін, переплатаны да ұлғайтып жіберуі мүмкін. Сондықтан оны кредитный юрист дегендер болады, солармен ақылдасып, солардың шешімімен барып, соған қол қойғандарыңыз дұрыс. Көрдіңіздер да? Енді қараңыз, сізде тіпті ақша жоқ, ештеңе істей алмай жатсыз, 90 күннен асып кетті, просрочкаңыз. Банк 90 күн просрочкаға ғана комиссия жүргізеді. 90 күннен асқан просрочкаға ешқандай комиссия жүрмейді. Егер ол ақшалай кредит болса, оны коллекторларға сатып жүреді. Жеке сот орындаушыларына, коллекторский компанияларға сатып жүреді сіздің қарызыңызды. Сіздің қарызыңызға олар өзінің комиссиясын қосады заң бойынша, қанша положено, и олар сізге звондайды. О, коллекторларға сот жоқ. Сізді жет атаңыздың да нөмірін тауып алып звондауы мүмкін. Сіздің ана немереңіз қарыз алған, қайтармай жатыр деген сияқты неше түрлі үркіту, қорқытулар басталады. Дәл осы коллекторлармен қалай сөйлесу керек, олармен қалай шешу керек жолын мен сіздерге бөлек бір арнайы видео дайындап жатырмын. Оны кейінірек айтып беретін боламын. Қазіргі ипотека. Ипотекаңыз 90 күн просрочкадан асқаннан кейін, сіз отсрочкаға да, реструктуризацияға да көнбедіңіз, немесе алдыңыз, ол жерде де табысыңыз болмаса, банк сотқа иск арыз жазады. Яғни соттың шешімімен сіздің үйді алады. Соттың шешімімен үйіңізді алғаннан кейін оны аукционға қояды да сатады үйіңізді. Үйіңізді сатып алатындар жаңа банктың залоговый имуществосы деген болады. Әр банктың сайтына кіріп қарасаңыздар, залоговый имущество деп тұрады. Яғни сол банктың имуществосын сатып алатындар 3% немесе банктың өзінің талаптарына байланысты 10% алғашқы жарнасын төлеп, аукционға қатысып, сіздің үйіңізді сатып алады. Басқа бір бөтен адамдар. Енді қараңыз, үйіңізді сатқаннан кейін банк полностью сіздің қарызыңызды ұстайды. Үй сатылғаннан кейін жаңа жеке сот орындаушының комиссияларын ұстайды ол сізден. Басқа да соттың шығындары, банктың шығындары болады ғой, енді сотқа жүгірді, жеке сот орындаушына қағаз жазды, анда жазды, мындай комиссиясы бар, соның бәрін ұстайды да, ең соңында сіздің егер қалған ақшаңыз болса, сізге соны қайтарады. Қалмаса сізге дым да жоқ. Екі саусағыңыздың бұрынға тағасыз да қаласыз. Не үй жоқ, не күй жоқ, далада. Енді Құдай оның бетін арғысын, сіздер бұндай сіздің басыңызға түспесін. Енді қараңыздар достар, дәл осындай жағдайға сіздер кеп тірелген кезде мен сіздерге бір ғана лайфхак айтамын. Үйіңізді, мысалы банкте, ипотекада тұрса, өзіңіз сатып құтылғаныңыз дұрыс. Яғни сотқа дейін, аукциондық продажаға дейін жақындатпаңыз. Ондай болмауы керек. Егер аукцион продажа болса, сіз қолыңызға дым да алмайсыз сатылған ақшадан. Бір копейка ғана аласыз. Оны ай сайын қанша ақша төледіңіз, алғашқы жарна қаншама салдыңыз да, көріңіздер. Яғни уже сіздің табысыңыз азайып, көзіңіз жетіп тұрса, жұмыс таппай, зарплатаңыз азайды ма, ана ипотекада тұрған үйді сатуға болады. Сол банктың клиентіне. Мысалы, Жилстрой ипотека залогта тұрса, Жилстройдың клиентіне сатыңыз. Басқа банкте залогта тұрса, басқа банктың сол банктың клиентіне сатсаңыз болады. Яғни бұған рұқсат етілген. Енді қараңыздар, отбасы банкінде лайфхак айта кетейін. Алдын ала займ деген болады. Менің осы YouTube каналымда займ түрлері деген видео бар, соны қарап шығыңыздар. Сол жерде алдын ала займ деген болады. Алдын ала займмен мемлекеттік бағдарламалар рәсімделеді. Ол нұрлы жер, бақыт отбасы, шаңырақ, әскери өнім, женская ипотека деген болады. Яғни сіздің займыңыз екіге бөлініп төленеді. Мысалы, қараңыз, сізге банк ай сайын 150 мың теңге төлейсің деп шығарып береді. Осы 150 мың екіге бөлінеді. Оның 100 мыңы банктың комиссиясы болса, 50 мыңы сіздің депозитке жиналып жатады. Мысалы, сіздің табысыңыз азайып кетсе, ай сайын 150 мың төлеуге шамаңыз жетпесе, хотя бы 100 мың теңгені төлеп отырыңыз банктың процентін. Сіз просрочкаға шықпайсыз сонда. Көрдіңіз да? Кейін ана депозитке жетпей тұрған 50%-ді жағдайыңыз болғанда салып жіберуге болады. Ең бастысы мына банктың процентін төлеп отырсаңыз болды. Просрочкаға шықпайсыз. Достар, міне бүгінгі тақырып осы. Айтпақшы, мен бұл тақырыпты не үшін сіздерге ашып, осылай бір қарапайым тілмен жеткізгім келді. Жақында ғана 99 домов 99 homes деген киноны көрдім YouTube каналында. Ол киноны да өздеріңіз көріп шықсаңыздар болады. Өте мәні бар, мағынасы бар кино, дәл осы ипотекаға арналған.
дәл осы тақырыпты толыққанды қозғаған сол киноны көрсеңіздер түсінесіздер. Яғни ипотека ала салу ол бір бөлек, оны төлеу екінші бөлек. Көрдіңіздер да? Мына тақырыпты сіздерге ешкім осылай ашпаған, ешқайда жерде жазылмаған, өйткені сіздерді ешкім үркітіп шошытқысы келмейді. Тақырып осы, қолданыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға жазыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Сізбен бүгін болған ипотекалық дәрігер Рүстем. Қош, сау болыңыздар.